түсініксіз адамдар. Неге оларды ешкім түсінбейді? Олар не ойлап жүр, немесе түсініксіз адамдар кімдер? Сен сөйлеп тұрсың, ал ол мүлдем басқа нәрсе айтып жауап береді. Кеше досың еді, бүгін бөтен адамдай. Олар түсініксіз адамдар. Бүгін дәл солар туралы айтамыз. Соңына дейін көріңіз, өзіңді немесе жақыныңды танып қалуың мүмкін. Өте қызықты тақырып болмақ. Ең бірінші көңіл күйі бірден өзгеретін адам. Бір сәтте күліп отыр, келесі сәтте үндемей қалады. Не болғанын сұрасаң, ештеңе дейді, бірақ ішінде дауыл болып жатқандай. Ал екінші, айтқаны мен істегені сәйкес келмейді. Маған бәрібір дейді, бірақ бәрін бақылап жүреді. Кетем дейді, бірақ кетпейді. Мұндай адам өзімен өзі күресте жүреді. Ал үшінші, өзі туралы ештеңе айтпайды. Сен оған сыр айтасың, ал ол тек тыңдайды. Оның не ойлайтынын, не сезетінін ешкім білмейді, себебі ол сенбейді. Төртінші, бізде бірде жақын, бірде суық. Кейде өте жылы қамқор, кейде тас сияқты. Себеп жоқ сияқты, бірақ ара қашықтық бар. Бұл ішкі қорғаныс. Бесінші, барлығын іште сақтайды. Ашуланса айқайламайды, ренжісе айтпайды. Бірақ бір күні бәрін бірден үзіп кетеді. Ең қауіптісі үндемейтін адамдар. Алтыншы, өзі де өзін түсінбейді. Не қалайтынын білмейді. Бүгін бір ой, ертең басқа. Сол үшін басқаларға да түсініксіз. Түсініксіз адамдар жаман емес. Олар жай ғана ішінде көп нәрсе жасырып жүрген адамдар. Егер қасында сондай адам болса, сыпайы бол. Ал егер өзің сондай болсаң, өз-өзіңмен сөйлесуді үйрен. Егер осы видеодан өзіңді немесе біреуді танысаң, комментарийға таныдым деп жаза кетсең болады. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Келесі бұдан да қызық тақырыптармен бөлісетін боламын.